Алла үшін болмаған нәрсеге сабыр ету қиын. Қарым-қатынасты өзгертуге тырысыңыздар. Біреу үшін емес, мен енді өзгеремін да, күйеуіме дұрыс болайын. Сосын сен өзгеріп жатқан кезде, күйеуің тарапынан бір жылу келмесе ренжіп қаласың шамалдан кейін. Мен өзгеріп жүрсем бұған. Не үшін болмады? Не үшін болмады? Алла үшін болмаған нәрсеге сабыр ету қиын. Шын айтайын. Егер ол Алла үшін болмаса, ол сабыр ету адам үшін болатын болса, қиын ол. Өйткені адам кемшілікке толы ғой. Сен оған сабыр етіп жатсаң, ол саған не істеп жатады керісінше. Бір күн бір жігіт айтады, жақсы бір Алла тағала жүрегіме нұр құйды дейді. Отбасымның өмірін бәрін көз алдымнан елестеттім бір. Дұрыс емес жүр екенмін дедім. Үйге келіп жұмсақ болып еметіп жатсам, әйелім өшін алып жатыр дейді менен. Әйелім менен өшін алып жатыр дейді, өшін. Баяғыда бүйтпеп едің ғой, ананы сөйтпеп едің ғой. Сөйтіп айтып жатыр. Негізі өзгеру қиын екен, болмайды екен. Болмайды екен емес. Сен әйел үшін өзгеріп жатсың қазір. Сен әйел үшін өзгерген кезде қиын болады. Өйткені онан қарымта бір жақсылық келмесе, ауыр тиеді ол саған. Қазір сен жақсылыққа қарай өзгердің, әйеліңнен жақсылық болмай жатыр, өзгерту қиын болып жатыр саған. Сен адам үшін өзгерме, сен Құдай үшін өзгер. Құдай тарапынан тек қана жақсылықтар келеді.